Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Дәл осы пирогтан соң ешқандай тортты қажет етпейді. Өте жұмсақ және қарапайым рецептпен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: айран, жұмыртқа, шекер, сұйық май және разрыхлитель қажет болады. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Шекерді аз-аздан қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жылдамдығын көтеріп отырамыз. Шекердің барлығын бірден салуға болмайды. Аз-аздан осылай 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Біздің жұмыртқамыз аппақ болып ағарады. Міне, біздің жұмыртқамыз дайын болды. Енді осының үстінен сұйық майымызды құйып, және миксердің орташа жылдамдығында миксерлейміз. Айранымызды құямыз. Мен барлық заттарды алдын ала өлшеп алдым. Енді ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Разрыхлительмен ұнды саламыз. Және орташа жылдамдықта миксерлеп аламыз. Ешқандай ұнның түйіршіктері қалмауы керек. Міне, біздің тестамыз дайын болды. Енді осыны формаға құйып аламыз. Мендегі форма 28 размер. Қалаған формаға салсаңыздар болады. Астына міндетті түрде сапалы пергамент қағазын таңдаңыздар. Сонда алысты жабыспайтын болады. Бетін тегістеп, дәл осылай жайып шығамыз. Салмасына менде творог, өте нәзік творог, сондықтан маған блендердің қажет емес. Сахарный пудра мен жұмыртқаны жақсылап венчиктің көмегімен бір келгі етіп араластырып алдым. Сосын кондитерский қапшыққа салып, тестамыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте нәзік болып шығады. Жасалуы да оңай. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне, біздің пирогымыз дайын, өте нәзік, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және қалағанша сәндесеңіздер болады. Мен сахарный пудраны септім. Біздің өте нәзік болған творожный пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, және каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.